Саламатсыздар ма? Бүгін 3-ші сабағымызды бастаймыз. Хангыл деген. Кеше біз не оқыдық? Кеше а, я, о, йо, у, ю, и деген дауысты дыбыстарды оқыдық. Енді бүгін дауыссыз дыбыстарды бірге жазамыз. Бірінші мынаны қосамыз. Бұлай жазылады. К деген дауыссыз дыбыс К. К деген қазақша дауыссыз дыбыс. Бұны енді қалай қосып жазамыз? Мынау жаңа дауыссыз дыбыстың орнына болып тұрған нөлдің бәрін алып тастаймыз. Екеуін қосқанда, К мен аны қосқанда К. К деген сөз шықты. К. Бірге жазыңыздар. К. К. Одан кейін К-ға яны қосамыз. Қандай сөз шықты? К мен яны қоссақ кя. Одан кейін К мен оны қоссақ ко. Онан кейін К мен йоны қоссақ кё. Онан кейін мынау К үстінде тұрады. Мынау қысқа болғаннан кейін о. Мынаны қоссақ ко. Ко. Ко деген шықты. Онан кейін мынау қандай әріп? Йо ғой. Дөңгелегін алып тастаймыз. Дауыссыз дыбыс өзі келеді. К деген. Оның астына йоны қосамыз. Кё. Кё. Келесі дауыссыз дыбысты мына доңғалақтап тастаймыз. Оның астына мына К-ны қосамыз. К. Кім айтады? Айтыңыздаршы, не шықты? К мен уды қосса ку деген сөз шықты. Онан кейін тағы да біздің үйреніп атқан қызыл кіміз. Мынау юды қосамыз. Кю. Кю деген сөз шықты. Кю. Одан кейін аны қосамыз. К. 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 Ең соңында мынау жетпей қалды. Мына жаққа жаздым, ештеңе етпейді. Мынау К-ға иді қосамыз. Бұлай ұзынан жазылады. Ки. Ки. Мынау дауыссыз дыбыс К деген дауыссыз дыбыс. Бұлай қарай. Мынау қызыл әріппен жаздым ғой, мен мұны сіздерге сәл көрінетіндей қызыл әріппен жаздым. Мынау К деген алфавит. Мынау кәдімгі қазақша К-ні білдіреді. К. Қалай бұлар алфавиттері өзгереді осылай. К-а, К. К-я, кя. К-о, ко. К-йо, кё. К-о, ко. К-ю, кю. К-у, ку. К-ю, кю. К-ы, к. К-и, ки. Енді бұлай оқимыз бұны. Ка, кя, ко, кё, ко, ко, кю, ку, кю, к, ки. Қайталаймын. Ка, кя, ко, кё, ко, кё, ку, кю, к, ки. Іске сәт бүгін осыны үйреніп, қалай жазғанын жаттап алыңыздар. Келесі алфавитті тағы да айтамын.